Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен самсаны шпажкадан етін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек құрамның барлығын видеоның астына жазып қоятын боламын. Алдымен салқын майымызды ұнның үстіне салып, песочный тесто дайындайтын боламыз. Осылай қолымызбен үгітіп крошка дайындаймыз. Қаймағымыздың үстіне 2 жұмыртқамызды салып, суымызды құйып, үшеуін жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Ыдысымызға құйып, қамыр илейтін боламыз. Бастапқысында шаңғышқаның көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін екіге бөліп, 2 целлофанға салып, тоңазытқышқа қатырып қойдым. 1 сағатқа қойып қоямыз. Мұнда менде жарты сағатқа қатырдым. Салмасына фарш, 1 сарымсақты турап, үстіне қара бұрыш, тұз сеуіп, жақсылап араластырып қоямыз. Бізге осындай шпажка қажет болады. Ыңғайлы болу үшін қамырдың ортасынан кесіп алдым. Домалақ қып кесетін боламыз. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Қамырлардың барлығын 20 граммнан бөліп қойдым. Оқтаудың көмегімен домалақ қып барлығын жайып алатын боламыз. 3 қамырды домалақ қып жайып алғаннан кейін ортасына салмасын салатын боламыз. Жарты қасықтан салып шығамыз. Салмасын салып болғаннан кейін қолымыздың көмегімен бір-біріне біріктіріп жинайтын боламыз. Біріктіріп алғаннан кейін қамырымыздың ортасынан сәл қаттырақ басатын боламыз. Ашылып кетпес үшін қолымыздың көмегімен домалақ қып форма келтіретін боламыз. Шпажкамызды тура ортасынан осы видеода көрсетілгендей кіргізетін боламыз. Барлық самсаны жасап болғаннан кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Шет-шеттеріне барлығына әдемілеп жағып шығамыз. Жұмыртқамыздың сарысын жағып болғаннан кейін бетіне кунжут себетін боламыз. Мен қара кунжут септім. Ақ кунжут сепсеңіздер де болады, немесе мак сепсеңіздер де болады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.